Армысыздар, ұлт өмірінде өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін көкейтесті каналының оқырмандары. Әлем елдері бұрын жерге таласса, мұнайға таласса, немесе суға таласса, оған түсінікпен қарайтын едік. Бірақ соңғы кездері бұлтқа таласатын жағдайда белең бере бастағандай. Атап айтқанда, Қазақстан бұлтты ату арқылы жасанды жолмен жаңбыр жаудыру техникасын біртіндеп қолдана бастады. Бұл өз кезегінде Қырғызстан сияқты көршілес мемлекеттердің де алаңдаушылығын тудыра бастаған тәрізді. Себебі Қырғыз елі егер Қазақстан бізге қарай жөңкіліп келе жатқан бұлттардың бәрін орта жолдан сауып алса, Қырғызстанда құрғақшылық болуы мүмкін деп алаңдаушылық танытып, Қазақстанның жасанды жолмен жаңбыр жаудыру әрекетіне соңғы кездері қатты ренішінде білдіріп жатыр. Жалпы Орталық Азия, соның ішінде Қазақстан су аса тапшы мемлекеттердің бірі. Оның үстіне Қазақстандағы өзендердің 45% көршілес елдерден ағып келеді. Қытайдан, Ресейден, Өзбекстаннан, Қырғызстаннан. Қуаңшылық болған жылдары осы көршілес елдеріміз өзенді орта жолдан буып алғаны аздай, Қазақстанға ағып келетін суды да азайтып, қазақ елін шөміштен қағып отыратын жағдайы тағы бар. Екінші тұрғыдан, Қазақстандағы атыз арық құрылысының әлі де кемелсіздігі, Қазақстан тұрғындарының су үнемдеу санасының әлі де төмендігі Қазақстандағы көп судың ысырап болуына мұрындық болып отыр. Әрине, ысырап болған су жылап ағады дегендей, біз суды, әрбір тамшы суды үнемдеп пайдаланбасақ, болашақта судың зары өтетіні анық. Мәселен, қазірдің өзінде таяу шығыстағы елдер суды басқа мемлекеттерден қымбат бағаға сатып ішіп отыр. Куейтте теңіз суын тұщыландыратын арнаулы зауыт бар. Иран мен ақш арасындағы қақтығыс кезінде Иран осы тұщы су зауытына да ұшқышсыз ұшақпен соққы жасап, таяу шығысты ауыз сусыз қалдыруға шақ қалған болатын. Жалпы ғалымдар осы ғасырдың 50-ші жылдарына барғанда су тапшылығы мәселесі тіпті де көрнектіленіп, жағдай қиындай түседі деп отыр. Оның үстіне Қазақстандағы кейбір көлдер, бұлақтар, өзендер қазірдің өзінде біртіндеп